спорт ардагері Байдулдаев Дәулетхан Бекенұлына. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен спорт ардагері ұлағатты ұстаз Дәулетхан Бекенұлының зейнеткерлік жасқа жетуіне орай өңірімізде облыс көлемінде волейболдан дүбірлі дода түңілігін тұрды. Саналы ғұмырының басым бөлігін ұстаздық жолына, сонымен қатар спорт саласына арнаған ағамыздың өнегелі өмірі, дарынды шәкірттер дайындауға қарымды қызметі бүгінгі атақ абыройының биігіне шығуға негіз болғаны да сөзсіз. Осы ұзақ мерзімдегі менің еңбегімді елеп, істеген жұмыстарымды бағалап, артта келе жатқан әріптестеріме үлгі болсын деген мақсатта өткізіліп отыр. Осы жарыстың өтілуіне ұйытқы болып, соған көмек көрсетіп отырған аудан, Алакөл ауданының әкімшілігіне, Алакөл ауданның білім бөлімінің басшыларына, және де осы ұйытқы болып өзінің еңбегімен, еңбекқорлығымен осы жарысты ұйымдастырушы аудан білім бөлімінің әдіскері Садықов Берік Жақбекұлына шын жүрегімен алғысымды айтып, рахмет білдіргім келеді. Рахмет айтам. Есімі елге танымал азаматтың құрметіне орай аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі мен аудандық білім бөлімі өткізген бәсекеге жетісу жерінен барлығы 12 команда жиналып өзара таласқа түсті. Тарлан спорт кешенінде бастау алған сайыс жоғары дәрежеде өтті. Сареденнің шаңын, Сарала доптың жанын шығарған құрамалар жеңіс тұғырынан көріну үшін аянып қалмады. Ширақтық пен шымырлық, әдем айла мен әдісті оңтайлы қолдана білгендер жеңімпаздар қатарынан көрінді. Әсіресе ақтық сынға шыққан командалардың тартысы көрермендердің де арқасын қоздырып, алаққан соққызғаны рас. Екі беткейге тартылған керме жіптен аса секіріп, қолындағы қуатын доптың кеудесіне қондырған волейболшылар талайларда таңдай қаққызды. Еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылды қарсаңында ауданда әртүрлі шаралар өтіп жатыр. Соның бірі мінеки бүгін облыс ұстаздарының арасында волейболдан үлкен турнир өтіп жатыр. Мінеки 2 күнге созылған додамыз аяқталуға шақ қалды. Қазір өздеріңіз байқап отырғандай финалдық ойын болып жатыр. Бірінші орынға Іле және Талдықорған қаласының командалары жарысып жатыр. Жарыстың қорытындысы бойынша Іле ауданының құрамасы бірінші, Талдықорған командасы екінші орынға жайғасты. Ал Алакөлдік өрендер үздік-үштікті қорытындылады. Жеңімпаздарға жалпылай алғанда 700 мың теңгенің марапаты табысталды. Алтынай Қалиқызы, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алматы Асқатұлы, Алакөл жаңалықтары.